кітапхана функция мен класстар кодтарының жиынтығы. Файзында код кітапханасын сипаттау үшін қолданылатын термин модуль болып табылады. Мысалы, Pygame модулінде ішкі модульдер ретінде Pygame Draw, Pygame Image, Pygame Mouse және тағы басқа модульдер қолданылады. Pygame кітапханасы 2D ойындарын және басқа мультимедиалық қосымшаларды әзірлеуге арналған Python программалау тілінің модулі. Pygame көптеген платформалар мен операциялық жүйелерде жұмыс істеуге мүмкіндік беретін SDL ойындарын жасау үшін басқа кітапхана негізінде жасалды. Pygame Python программалаушыларына осы қуатты кітапхананы пайдалануға мүмкіндік беретін SDL байланысы. Pygame өте ыңғайлы болғанымен, Pythonның стандартты кітапханасына кірмейді. Яғни ол орнату бумасымен бірге жеткізілмейді. Оны бөлек орнату қажет. Ол үшін өзіміздің қолданып отырған Python 3.10 нұсқасына сәйкес Pygame кітапханасын 3w.pygame.org сайтынан жүктей аламыз. Pygame кітапханасын импорттағаннан кейін оны инициализациялау керек. Pygame init аппараттық жасақтаманы сұрайтын Pygame пигменттік пакеттегі әрбір ішкі модульді инициализациялайды. Драйверлерді жүктеп, Pygame компьютердің барлық құрылғыларын пайдалануға дайын болады. Pygame кітапханасы бірнеше модульден тұрады. Олар жеке-жеке қолданылуы мүмкін. Ойындарды жасаған кезде қолдануға болатын әрбір құрылғы үшін модульдер бар. Кейбір модульдердің қызметі мен мақсаты туралы айтып өтетін боламын. Бұл модульдерге қол жеткізу үшін Pygame арқылы шақыру қолданылады. Pygame CD-ROM, яғни CD-ROM жетектерін басқару және оған кіру үшін қолданылатын модуль. Pygame Cursors, меңзеріп бейнелерін жүктеу. Pygame Display, яғни экранға кіру үшін қолданылатын модуль болып табылады. Pygame Draw, фигураларды, сызықтарды және нүктелерді сызу. Pygame Event, сыртқы оқиғаларды басқару модулі. Pygame Font, жүйелік қаріптерді қолдану, яғни қандайда бір шрифттерді мен жұмыс жасау үшін қолданылатын модуль. Pygame Image, кескінді жүктеу және сақтау, яғни суретпен жұмыс жасау үшін. Pygame Key, пернетақтада басқан пернені оқу, яғни қандайда бір пернемен жұмыс жасағанымызды оқиды. Pygame Mixer, дыбыстарды жүктеу және ойнату, яғни аудио файлмен жұмыс жасау үшін қажет модуль. Pygame Mouse, тінтуірмен басқару. Pygame Mobi, кинофильм файлдарын ойнату. Pygame Music, музыка және аудиолармен жұмыс жасау үшін қолданылатын модуль. Pygame Rectangle, төртбұрышты аймақтарды басқару модулі. Pygame Ascendere, дыбыс деректерін басқару. Pygame Surface, суреттермен экранды басқару модулі. Pygame Transform, суреттерді өзгерту және жылжыту. Pygame Time, уақыт пен кадр жиілігін басқару блогы болып табылады.